Құрметті оқырмандарым, бүгін біз мраморный печенье пісіретін боламыз. Осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Шаймен ішуге жақсы кетеді. Дүкеннің печеньесінен гөрі осындай қолдан жасалған печеньелер жасауға болады. Ең алдымен бізге сары май бөлме температурасындағы осындай венчиктің көмегімен езіп аламыз. Содан кейін жұмыртқа, 2 жұмыртқа. Араластырып аламыз. Қант, граммдарын астына жазып кетемін. Осылай араластырып аламын бәрін. Осы разрыхлитель ұнға араластырып, содан кейін барып саламыз. Алдымен бірінші какаоны саламыз, содан кейін барып саламыз ұнды. Осылай араластырып аламын. Осындай ұнды салып жатырмын. Бәрін араластырып, жұмсақ қылып илейміз. Осыны илеп болғаннан кейін мен морозға 1 сағатқа салып қойдым. Міне дайын болды. Осылай мен граммен өлшеп алам, 25-30 грамдай. Алсақ болады, мен 30 грамм алдым. Бәрі формасы бірдей болған жақсы. Осындай граммдарын өлшеп, противнге салып, қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минут арасында пісіріп аласыздар. Домалақтап саламыз противнге. Үстінен баспаймыз. Өзі жайылып пісетін болады. Міне осындай болады формасы. Бетінен баспаймыз. Міне осы пісіп шыққан түрі осылай. Жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар.